Хочешь — верь, хочешь — не верь, а дело было так. Воображаю, что сейчас будет. Вы гляньте на нашего активиста. Ой, знаешь, какой он красавчик. О, это великий человек. Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный. Он очень хороший человек. Что вы говорите? Я отличный работник. Хороший человек, вы думаете? Сен тоңып жүрдің әке, мен ойнап жүрдім әке. Бағаңды баға жетпес, мен енді білдім әке. Айтатын шешім әке, ең адал досым әке. Кей кезде қателессем, балаңды кешір әке. Әке, отқа да шыдап жанбадыңыз әке. Барыңды бізге арнадыңыз әке. Балаңның бақыты үшін бар болаңыз. Жақыным жанымдағы, тілегім таңымдағы, әкемнің қасиеті тектілік қанымдағы. Биігі бағымның да, бақыты балаңның да, әкешім сенің арқаң, күлкісі анамның да. Әке, отқа да шыдап жанбадыңыз әке. Барыңды бізге арнадыңыз әке. Балаңның бақыты үшін бар болаңыз әке. Алдыңда елдің әппағарың әке. Тойыңда бүгін шаттанамын әке. Мен сенің ұлыңмын деп мақтанамын. Шыдап жанбадыңыз әке. Барыңды бізге арнадыңыз әке. Балаңның бақыты үшін бар болыңыз әке. Алдында елдің әппағары әке. Тойыңда шаттанамын әке. Мен сенің ұлыңмын деп мақтанамын. Мен сенің ұлыңмын деп мақтанамын. Сен келген дүниеге мерейлі туған күнді тойлайтын түн ерекше. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қамшы
қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Туған күн жаны жайса, жандардың қуанышы, ананың мерекесі, әкенің жұбанышы. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Жайнасын күн өмірің, арайла бақыт таңың. Сыйлар ем қолым жетсе әлемнің жақұттарын. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. Туған күн тамаша той, бір жылмен тоқталмайды. Қанша рет тойласа да адамға көп болмайды. 100 мәрте тойласа да адамға көп болмайды. Тәңірден сұрағаным, ел жүріп жұбанарым, бақытым балаларым, қызықтап қуанарым. Байлығым балаларым, бар болсын саналарым. Сыйласып жүріңдерші, суымай араларым. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым. Жүректе жүрсін әркез, тәубеммен қанағатым. Жайнасын тірліктерің, көңілді гүрлетпегін. Бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Сөгілмей іргелерің, болыңдар іргелелім. Тағдырдың дауылдары, ұмытпа біргелерін. Сын сәтте ауырсындай, сабыр қыл сағынсындай. Демеп жүр бір-біріңді, бір туған бауырсыңай. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым. Жүректе жүрсін әркез, тәубеммен қанағатым. Жайнасын тірліктерің, көңілді гүрлетпегін. Бағасыз байлық тасу,
жараса бірліктері. Айтатын аманатым, шықпасым жаманатым, жүректе жүрсін нәргіз, тәубемен ғана қатым, жайнасын тірліктерін, көңілді күрлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерін, арнадым ұл-қызыма ата-анамын атын. Мен үшін қуат алар мекенсің, тау көтерген толағайым екенсің, сенің берген толассыз махаббатың. Әке өзің айтшы қалай өтелсің, әке өзің айтшы қалай өтелсің. Жанымда болсаң болғаны жаным әке, арманыңа жеткізем әлі әке. Ал әзірше жар салып ән салайын, бүгін менің әкемнің туған күні. Адал ниет ақ көңілді ақылшым, сен көрсеткен жолмен жүріп жатырмын. Сен үйреттің мейремді ұлпадай, сен батырсың мен сондықтан батырмын, сен батырсың мен сондықтан батырмын. Жанымда болсаң болғаны жаным әке, арманыңа жеткізем әлі әке. Ал әзірше жар салып ән салайын, бүгін менің әкемнің туған күні. Жанымда болсаң болғаны жаным әке, арманыңа жеткізем әлі әке. Ал әзірше жар салып ән салайын, бүгін менің әкемнің туған күні. Жанымда болсаң болғаны жаным әке, арманыңа жеткізем әлі әке. Ал әзірше жар салып ән салайын, бүгін менің әкемнің туған күні.
Құдай болсын, бәріміз орнымыздан тұрайық. Мойны кешмештің анау қуыс есігіне қарай бұрайық. Шапалақты қол талғанша ұрайық. Бүгін 60-қа толып жатқан Кеңес ағамыздың үлкен қуанышы. Ендіші ағайын, қазіргі ортамызға Кеңес пен Нұрғайшаны немерелерімен көрмепті ағайын, немерелерінің әсем әуенімен көрмепті ағайын. Ортамызға шақырайық ағайын. 60 жас құтты болсын деген ниетімізбен тамсанайық, тамсанайық, тамсанайық. Ерекше ниетпен, ерекше тілекпен қарсы алайық ағайын, қарсы алайық. Той құтты болсын. I know I am.
әр ұлың батыр қылған, дана қылған, қиындықтан қашпайтын дана қылған, баршаңызға ассалаумағалейкум деп бір шабына қосқайықшы. Бүгін күн әулетте қуаныш, бүгін енді Еркешіктер әулетінің ерекше қуаныштарының бірі. Ожараңдар, жараңдар, бәрі қараңдар, 18 мың алам бар, ақылменен ой берген, санаменен ми берген, бала адамның бауыр еті, жасасын, той жасап жатқан Еркешіктер әулетінің бір шабына қасында, ай күнім қайда деме аспанымда, байлығым қайда деме бас жағымда, ырыстығым қайда деме Алла тағала жаратқанды дейді. Өйткені тәуба міне кеңеспен бір қашан немелер жүгіріп жүр міне ағайын. Өйткені Европа еңсел болып көрінгенмен біз сияқты немере шөбере сүйіп отырған шалдары жоқ. Арабтар ақшаға бай болғанмен біз сияқты 3 ай жауатын қарлары жоқ. Жапондар дамыл таппай дамығанмен биік таулары жоқ. Қытайлар тарақандай көп болғанмен аяққа оратылған балалары жоқ. Нар қазағым аман болсын, той жасап жатқан Кеңес ағамның арманы жоқ деп бір шапалақ қақпайықшы. Бәрекелді. Ендеше ортамызға Ақтекі әрине қайын жұрт деп жазылды. Сұлушу қайын жұрты деп қояды Кеңес. Ендеше ортаға Рысжан апам бастап кеп отырған Мұқан ағамыз, Үкімісқан апамыз, ортамызға Қанат аға, Төлеғайша апамыз, Дәулет, Эльмира, Ермек, Айгүл, Тәжігүл апам деп бір үлкендерді бір шақырып алайын деп отырмын. Қошемет, ортаға! Кеңестің қайын жұрты, сол себептен енді Рысжан апа, өзіңіз бастаңыз дейік. Жас болсын. Бала шағадарыңыз бақытты үлкен серігі болдырың, бала шағадарың қызым Ассалаумағалейкум тойшылғауым. Бүгінгі тойымыз ұзағынан болсын. Кеңес қажамыздың 60 жас. 60 ұлы 60-қа келді деп жарыс алып жатырмыз. 60 ұлы 60-қа келді. Әкесі жасамаған, жасы жасап жатыр еді. Содан әкесі 60, құдасы 60-қан. Шақырған қодан 60 деп. Шақырған қоданға 60. Үлкен 60 жағады екен мына Еркешіктер әулетіне. Құрметті ағайын туыс, тойшылғауым, мына келген адамдарымызға Ақшасы бар, 60 адам шақырдым мен. Мына кеңесіміз өстіп, ортамызда ойнап күліп жүре берсін. Бірінші байлық денсаулық дейді, денсаулық болса бәрі табылады ғой. Осы денсаулықтың арқасында мінекей бала шағасы, жан-жары, туған туысқандары қосылып мінекей атап өтіп жатқан 60 жас. 60 жас енді олды. Не кәрі емес, не жас емес, не пенсияға кетпейсің, не өлгенге келмейді, не үйленгенге келмейді. Әйтеу жоқтан бар әйтеу. 60 деген ат қояды. Өзімізді 60-ты көргенбіз 60-ты. Тәйір деймін, не өшелей ғана дие. Сондықтан туған туысқандарға, Құдай жекжаттарға алыстан келген. Мынау Кеңестен Нұрғайшаны сыйлап келгендеріңізге көптен көп рахмет, тойымыз тойға бассын. Аз да болса көптей көрімдер сыйлығымыз бар енді. Соны
қайнекем бе балсын ба біреу таныстасын енді. Бұны мен тұрғанда сөйлей ала алмайды енді. Құрметті қойшы қауым, бүгінгі міне кеңестің 60 жас бойы құтты болсын, деніңіз сау болсын, жасынан жас болсын, немере шеберің көбейе берсін, отбасың кеңейе берсін, ұрпақтарың өсе берсін, денлерің сау болсын, бақытты болыңдар. Біз енді өскен әулет едік, бүгін кеңестің тойына шағылып қалдық. Қазір қанат келу керек, бір жұмыстармен кетіп қалды. Семейде қыздарымыз келе алмай қалды. Дәулет үстімен жұмыс деді. Осыда енді бізде жағдайымыз қалды. Әйтпесе осы жерде стол толтырып отыратынбыз. Қай той болсын. Бәрі жұмыста болып қалды. Кеңесен сенің қуанышыңа ортақпыз біз. Аман бол, өзіңнен жақсы көретін күйеу балаңның бірісің. Ортамызда аман сен жүре бер. Менің бауырымсың, әкеге кішкентайсың менен. 4 ай кішкентай. 4 ай кішкентай. Қайнеке бар. Кеңесінің енді өзіміз өте құрметтейміз. Алтынай сіңілімізді алып отыр. Бұрысқа сіңілімді алып отырмын ғой. Алтын сіңілімді алып отырсың. Осы сенің ар. Кеңесен бізге өте жақын, ұлжардарымыз бірге тұрғандан кейін. Мәриям марқұм апамыз тірі кезінде 8 мартта бір барамыз, 10 мартта туған күніне тағы барамыз. Ол кісі тірі кезде бұл кеңестің үйінен кетпейтінбіз. Апамыз өте жақсы кісі болған, бізді баласындай көретін бәрімізді. Барсақ болдық, сандығын ақтап, қолында кастел, орамалын береді, біресе шықыр береді. Сол кісіңе батасы тиіп, сеніміне. Сондай жақсылықтары болған апамыз үйде. Одан кейін бірдеңке болса бізге тапсырады. Айкөтай осы ауыр аяқ болып, бірінші немене Семейге жүріп, қыстың ортасы тура. Қақаған аяз, Айболға босанғанда. Өзіміз барып, қыстап қанаттар, мәшінемен алып дегенбіз. Сондай өзіміздің арамыздан жақсылықтарымыз бар, бірімізге біріміз деген сый құрметіміз бар. Енді ұзақ өмір тілейін. 70, 80, 90-ға келіп. 85 пойдет. Енді оған Алла біледі, қанша жас бар соны берді. Енді біздің 83 пойдет. қайын жұртты жас қойсын, қайын жұрт дәулетінен саған подаркымыз бар. Шапан киіп деген 60-ға келіп отыр. Көйлек киіп жүрген шапан. Қошеметтеріңіз қандырақ соғылайыңыздар, шапалақтарыңыз. Алтын сіңіліме алтын сақина. Өзімізді өзіміз құрметтеп алып осындай тойда. Алтын сіңіліме алтын сақина. Мынау саған той шашу. Сиырдан үлкен, қайдан кісі. Алып. Әр жақсылық тілеймін. Осы отырған туыстарға, коллективіңе, барлықтарыңыз, отбасыларыңыз аман болсын. Творческий табыс тілеймін. Денлеріңіз сау болып, кеңестің тойынан қалмай, өстіп, аман есен жүріп, сіздермен бас қосып жүре берейік. Қосыласыздар ғой, бір бодаға түсін. Ал енді, бір ауыз сөйлеп өздеріңізді бастайық. Лебіз тілейік сіздерде. Тойға еркін, ақылға, еңселі, сабырлы. Осындай қасиеттер бар ма? Бір шапалақ соғып қойыңыз. Тегіз туғанымыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасай беріп. Мұнда шекерін бір жас ұшырап беріңіздер.
немерелерің қызын көріп, Алла Тағала шөбере сүюге нәсіп етсін. Тойларың тойға болсын. Amin dizgin levata, darısın kıbrata, kılıp diyalasın, perişte yalasın, bak diyorsun, bas diyorsun, ömürlerine uzak tas diyorsun, kempes ırız, kem peyilersin, murana asılısın, beyletin aklısın, canlılarla жалғыз kısın, karalarına kalsın, kara жолы karda saklasın, kapı şaklı жолы saklasın, ауыз қанды бөрді saklasın, қолы қанды ұрға saklasın. Кеңес қорының алып шарасы ұтты болып, өмірі жүрі болып, өмірінен біләкелес. Амин. Қауым той құтты болсын мінеки. Ақ түйенің қарны жарылып, еркешіктердің әулетінде кешегі 5 жастағы біз үйленгендегі бала бүгін 60-ға келіп, ата болып, немерелерін өсіріп, бала шағасын оқытып, жеңісін көріп жатыр. Сондықтан келесіған тілейтініміз Нұрғайша екеуің бақытты болып, осы балалардан үбірлі-сүбірлі ұрпақ өсіріп, немересін, шөбересін шөпшегіне дейін бірге сүйіп, бәрінің денсаулығы мықты болып, дипломдарын әперіп, үйлендіріп, солардың төрінде отырыңдар. Нұрғайша екеуің бір жастықта қартайып, сендердің ақ көңілдерің бүкіл елге жүректерің жарылып тұрады. Сондықтан енді сендерге бәр жақсылық тілейміз, ұрпақтарыңды өсіріп, ойға қияға, құдаға шапқылап жүре беріңдер. Қолына ұстап тұрыңыз. Құралай. Құралай. Амин. Қазір сөйлеміз. Құрайға тойтығын Ауырып кеңесте тауырбайтақырақта мен елдің жалғызды кенде ал енді туғанының құтты болсын, өміржасың, ұзақ болсын. Нұрғайша екеуің ешқандай жандарын жамандық көрмейміз, бала-шаға немере, шөбере, шөпшек көріп, жүзге келіп Құдай әрқашан жақсылық, қуаныш бола берсін жаңа. Ылғи жақсылықты тілеймін, ылғи қуаныштан бастарың айламын.
жақсылық бола берсін. Қандай темекі шегуге зиян емес. Сатылмаған. Қошемет татылмаған дейді. Шегілмеген деп бір жабалақ таппай. Мынау сіздерге. Рахмет. Енді бір үлкен сыйлық алып келейік сәлде. Біреу көмектесіп тұрыңыз. Шешті, келесін көрейік. Міне, ерекше үлкен. Міне, екеуінің біреу. Егер де шеше алмай қалсаңыз, кішкентайын аласыз. Сізге мынандай сұрақ. Мұқият болыңыз, ойланып көріңіз, логика. Қандай жылқы су ішпейді? Айтпаймыз, кім айтып қойып, 5.000 теңге штраф. Қандай жылқы су ішпейді? Байлау тұрған емес. Шахматтағы жылқы су ішпейді. Шапалақ, қошемет. Міне сізге айлық дейді. Отырмаққа бересіз бір кішкентай сыйлық алып келді. Кішкентай. Екеуің сізге мынандай сұрақ мұқият. Осы кеңеспен дос болдыңыз бәріміз. Осы кеңес қандай ыдыстан тамақ шалмайды? Қандай ыдыстан? Челектен. Челектің ішінде егер тамақ болса жеп қояды. Білмейсіз ғой, кеңес ішінде тамақ жоқ ыдыстан тамақ шалмайды. Сізге кішкентай сыйлық ал енді той дегенде тойда бірге жүріп. Сізге мынандай сұрақ. Таудан ақпайтын және мынандай аспаннан жаумайтын су. Сүт дейші сүт. Су дейді. Аспаннан жаумайтын, таудан ақпайтын су. Мен білем. Адам көз жасы. Анам сүт емес, адамның көз жасы. Таудан ақпайды екен. Су дедім, су. Рахмет, қошемет, енді бір сыйлық келді. Сізге мұқият болыңыз. Бір сұрақ, мынандай. Қазақстанда ең үлкен алма қайда өседі? Алма? Ең үлкен алма қайда өседі? Қошемет, бір сыйлық беріп қояйық, алыпсың. Рахмет. Орындарыңызға жайғаса қалыңыздар, бір фото.
Бәрекелді, ал енді біраз сабыр қылай келді. Жеңіс ағамыздан бастайық, Ақбекті. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Міне бүгін Нұржанда үлкен дүркіреп тойымыз өтіп жатыр. Той құтты болсын. Көптің тілі көрмейді. Осы тойға жиналған кеңестің достары, туыстары, құда-құдағилар, дос-жарандар, кластастар, барлығына да осы той жұғысты болсын, тойымыз тойға ұлассын. Ал кеңес келіп жеткен асқаралы 60 жасың құтты болсын. Өмірдегі барлық жақсылық тілейміз. Өзімізге ниет тілейміз, сендерге де соны тілейміз. Бала шағаңның қызығын көріп, қызығын қызықтай бер, жұмысың жемісті болсын. Нұрғайша екеуімен бір жастықта жақсы сәттер алдар нәсіп етсін. Той құтты болсын. Ал енді кеңес бауырым, келіп жеткен 60 жасың құтты болсын. Саған енді бәрі жақсылықты тілеймін. Аман бол, бала шағаңмен 100 жасқа. Нұрғайша енді бала шағалармен бағып, анда-мында жүріп жүре беріңдер. Аман болыңдар. Ал енді кеңес құтты болсын. Нұрғайша кеңесте балалар шөберем жүрегіңдер. Өстің аңқылдап жүрегің ауырмай. Барлық үйде осындай қуаныш болсын. Рахмет бәрлеріңізге дегендеріңізге. Нұрғайша, тойларын тойға ұлассын. Тек қана жақсылықтай болайық. Ал енді, кеңес аға, туған күніңіз құтты болсын, денсаулық болсын, мықты болсын. Отбасыңыз аман есен болсын. Тамырларыңыз тереңге жайып, көбейіп көркей беріңіздер, ұрпақтарыңызбен он жасаңыздар, қуаныштарыңыз көп болсын, өсіп өне беріңіздер, жұмыстарыңыз табысты болсын, қуаныштарыңыз қуанышты болсын. Бәрекелді, ал енді құрметті ағайын, кеңес ағамызға айтатынымыз, қазақта тілегінде тілегі бар, лебізінде лебізі бар дейді, соның ішінде бірінші тілек тілеймін дейді. Бір алла деп жамағат, құбылаға бетін бұрсын деп, екінші тілек тілеймін, екі дүние бақыты бұйырып бізге тұрсын деп, үшінші тілек тілеймін, үш руым, үш менің аман бол, тек белге кірсін деп, төртінші тілек тілеймін, төрт аяғым тек басқан, төрт күн аман болсын деп, бесінші тілек тілеймін, таза болып бес намаз, сәждеге терім сінсін деп, алтыншы тілек тілеймін, әрбір қазағымның баласы, кеңес пен Нұрғайшаның балалары сияқты, алталаштың алдында жүгіріп бара жүрсін деп, жетінші тілек тілеймін, жетесі болмай ұлғызым, жеті атасын білсін деп, сегізінші тілек тілеймін, 8 наурызда аналар мен әпкелер, қарындастар мен жеңгелер қолына гүл алып, бір сәт баса күлсін деп, 9-шы тілек тілеймін, 9 мамырда бізге осындай бейбіт өмір, бейбіт бақыт сыйлаған біздің батырларымызға әрдайым халқын тағзым етсін деп, ең соңғы 10-шы тілек тілеймін, Аллахым бүгін осындай 60-ға толып отырған кеңес ағамды, Нұрғайша жеңгемді Аллахым бақытты қылсын деп, осындай 10 тілек тілеге еркеш пен әулетіне халқым жаманат өсін деп бір хабарласайын. Бәрекелді, ойында. Берік ағам айтып отыр, кеңес қалай бақытты ұйқылдан үшін деген жұмыс дейді.
Biz kızga, kengez kızga жақындау негізінде. Сол сияқты той боласың. Иә. Дулат ағам да қызғанып отыр. Не деген қыздар күшті дейді. Серпол ағам да қызғанып отыр. Енді әрине қызығатындай коллектив бір ауыз сөйлейік өздеріңізде. Даренде отыр ғой, Даренде. Сұлтан Сулейма. Болған кезінде, болған жоқ көрсінші. Қалың тойға келушілер, біздің бүгін кеңес 60-қа толып отыр. Бастығымыз келе алмады, командировкада. Сізге бастықтан алғыс хат бар. Кеңес 60 сізді 60 жас мерейтойымызбен құттықтаймыз. Еңбегіңізге алғыс білдіреміз. Бақытты, баянды, зор денсаулық, денсаулық, қашымас қайрат, шаңырақтарымыз құт береке тілейміз. Басқарма басшысы Еркін Жұмалиев. Бастықтан дегенде кеңес құма бер қара. Туғаның құтты болсын, дені сау болсын, бала шағаңыз ұзын көр. Не айтамын, 100-ге жет, ана жолда берсен. Құттықтау жатырмыз, бір күн бүгін құттықтап қойып күнекеде. Иә, мұрынның еу боласың, мұрындар арқасында жүрегім жасады. Мақтама, оны керек жоқ, өзіңе мақтама. Әлемдегі баршылық, барын жақсылықты тілейміз саған. Рет атмасын. Көрдің ма, екеу? Ал кеңес аға? Біреу налогқа кетеді ме? Біз әртен келгенде ең бірінші кеңес ағаны көреміз. Сәлеметсіз береміз. Кешке жақын бәріміз шығарсақ. Сау болыңыз деп, сол ең бірінші келгенде кеңес ағаны қастаған. Сол үшін деніңіз сау болсын. Бала шағаны тек қана қызығын көріп, немерелеріңіз көп болсын, қайғыңыз жоқ болсын. Әдемі қартайған нәсібет. Дастарханда біз тек қана жақсылық етеміз. Енді қорқақтың қаушыңызды тақойы, мен жоғап қойдым. Толқын қайшы, толқын келіп, Лаура көріңдер, бәрі көріңдер. Ал кеңес аға, пайғамбар жасына келдіңіз. Туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, асыраңыз ашық болсын. Үйдегі алтын жеңгеміз екеулеріңіз бір жастықта қартайып қалған нәсіп етсін. Алланың назарында, бақытты базарында болыңыздар, бірлі шүбірлі болыңыздар, адам ұрпағымен мін жасайды дейді. Табысты болыңыздар, берекелі болыңыздар, бала шағаларыңыздың қызығын көріп, осы жақсы жайынан дастархан істеп жақсылыққа жайыңыз. Енді 70-80 Алланың берген жасын жасай беріңіз. 90 жасаңыз. Балалар бүгін бабызда бүгін ертең құтылмайтындар жеңгесіне. 90. Жарайдан жүре беріңіздер, нешеге келсеңіз де. Балаларыңыздың ортасында. Енді кеңес аға бізде өте жақсы. Bir шағын шайды бөліп ішеміз, осы бәрімізді дастарханнан дәм тапқызып, ішіндер, жеңдер деп бәрін ұйымдастырып жүреді. Былай айтсақ, жұмыста подружка сияқтымыз айтып, бірдемеміз айта саламыз келесі аға. Бірдеме жоқ болғанса тауып боламыз осы кісіден. Бір жұмыста жүреміз, бірімізбен. Енді сол бәрі жақсылық болсын. Ал енді әсемді сөйлейді мақаншыдан. Мақаншы налогымен, міне мақаншықпен не қол қойып, соны бастырмайтындар. Ал бүгінгі қуанышқа жиналып отырған барша қауым, барлықтарыңызға, қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы бүгінгі бәріміздің бас қосуымыздың себепкері болып отырған кеңес ағамыздың 60 жасы құтты болсын. Жылдан жылға осы қуанышты сәтімізді ең жақындарыңызбен, өзіңізге деген ықыласы жақсы, өзіңізге адал, ең жақын жақындарыңызбен тойлата беріңіз.
ең алғаш осы жұмысқа кіргеннен бастап Кеңес аға мені әрдайым әлпештеп, өз қызындай көріп, келе сала өзі сұрады, қай жақтансың, Мақаншыдан кімнің қызысың, осылай басталып сөйтсек, бұл кісі менің әкемен бірге жұмыс берген, екеуі коллектив болған кісі екен. Содан бері мен бұл кісіні өзімнің әкемдей көріп, Кеңес ағаға әрдайым еркелеймін. Бұл кісі енді күнде жұмысқа обедке бітсе кеш қалсам бұл үй жүр, отырып жүр. Обед шыққансы өзіліп өлесің сен тамақ іштеп. Осы кісіден қорққанымнан жай кіріп барып сағат бірде көктесіне барып отырамын. Сонымен рахмет сізге көптен көп. Әрдайым осылай жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, әрдайым осындай позитивный, еңбекқор, өте мейірімді кісісіз. Осы ниетіңізге қарай Алла тағала сізге еселеп бағыңызды бере берсін. Ең бастысы осы апа екеулеріңіз бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, бір жастықта қартайып, өмірлі-шүбірлі болып жүре беріңіздер. Сізге деген алғысым шексіз. Сізге осы өз атымнан әрдайым енді камераңыз көп, енді қолыңызда тағы бір камера болсын деп сізге смарт часы бергім келеді. Құтты болсын. Қолыңызда сақтамай қалып жүріңіз. Рахмет көп. Әй бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын. Бір фото суреттен кейін енді билейміз ғой, Меркулхан. Әлем құрметті көрші ауыл бүгінгі кеңес құдамыз Нұрғайша екеуі бүгін міне кеңес құдамыз 60-ға толып міне барлығымызды шақырып басымыз қосып жатыр. Ал енді еліңе саулық тілеймін, семьяңа бақыт тілеймін, достарының қасында, ағайын туған қасында аман есен жүре бір, жасың жасқа тола берсін, немеренің қызығын көр, шөбер өсейін, бір жақсылық тілеймін, бақытты бол. Рахмет. Ал құрметті тойшыл қауым, ардақты міне құдағдарымыз Кеңес Нұрғайша, үлкен бір даладай дастархан жайып міне үлкен той жасап жатырсың. Асқараны 60-тың асқарына келіп міне үлкен шыңдарға, белестерге бет алып тұрсың. Бұрыннан дейінгі қазір өзі біз двойной құдамыз Нәжат екеуміз
Бұрында әйгерімді алғанда бір есігімді ашқанбыз, қазір міне өзіміздің қызымызды беріп, міне үлкен бір жетістіктерге жетіп, сенің қызық тойыңа келіп отырмыз. Тойың той қыласын, денің сау болсын, әрқашанда сенің осындай жарқырап жүрген бейнеңді әбісі көріп тұрамыз, осыңнан таймай, Алла тағала Нұрғаш екеуіңе күш қуат берсін. Қосақтарменен қоса қарып екеуің бірге бір жастықта қартайыңдар. Әрқашанда сендерге баянды бақыт, ұрпақтарының қызығын көріп тек қана ұрпақтың ортасында шапқылап үстіп жүре беріңдер. Немере сүйдің, енді шөбере сүйіп, шөберені қолына майдалап, шөпшек сүйіп, Алланың берген жасына жетіп, біз өзіміз 100 жас тілейміз, сол 100-ге келіп, барлық тойшыл қауымға осындай мол дастархан, осындай той тілейміз. Тойларыңыз той қыласын, бәрі көңілдерсін. Екеуіңе тек қана жақсылық тілеймін. Аман болыңдар, сау болыңдар, өстіп, өсіп өркендеп жүре беріңдер. Ұрпақтың қызығын көріңдер. Құрметті қонақтар, құда-құдағи, енді тойыңыз той қыласын, жаңа жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жұмыста табысты болыңыз, пенсияға шығыңыз, немере шөберелердің қызығын көре беріңіз. Енді барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осындай жақсы дастарханда бас қосып, ойнап күліп жүреміз, тағы туған күніңізде. Ал енді құда туған күніңіз құтты болсын, мерейтойыңыз бола берсін. Ал енді отбасыңызға әрдайым шаттық, несібе, береке тілеймін. Құдағи, сіз енді Құданың жанында өстіп жарқырап, жап-жас болып жүре беріңіз. Құрметті көпшілік қауым, сіздерге де осындай қуаныш сыйлаймын. Енді музыкальный привет. Түн жамылып келеміз, айсыз ашық, билеңіздер, таған төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдыздан, бара жатқан зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Алматының гүл бағын аралаймыз ұзақ. Билесіңіздер, кетеміз, алысқа ұзап. Күйге толы көңілде араластық биге. Қандай ыстық осынша асыққа сенбе. Қандай ыстық осынша асыққа сенбе. Алақайда алақан күлімдейді көзің. Құшағында қуаныш, қасында сен өзің. Бүгінгі күн тамаша, бүгін нұрлы барман. Бүгінге қосылды арман менен арман. Бүгінге қосылды арман менен арман. Ал енді құдағи, құда туған күніңізбен деніңіз сау болсын, енді 60 жастасаңыз, немере шөберелеріңіз көп болсын, солардың ортасында қартаймай өстіп, құдағи екеуіңіз жап-жас болып жүре беріңіз. Дендеріңізге саулық тілеймін. Жап-жас көптің сөзі ұнап қалды. Ал Айша, өзі әділет қаламыз, кішкентайына көрсетіп келгенен жатыр. Қос еттік, қос сияқтымыз, қақыр еді, батыла, сағыр мен құдалы. Аллаға мың шүкір. Туған күніңіз құтты болсын. Немере балалардың қызықтарына тоймай жүре беріңіздер.
көпшілік қауым жақсы тілектер айтылып жатыр. Алланың құлағына шақырсын. Бақыт тілеймін. Барлықтарыңызға, семьяларыңызға бақыт тілеймін. Ербол ұлым, туған күнің құтты болсын. Жаным балам қайда жүрген. Айдар Ербол үшеуі қатар өсіп, қатар келе жатыр. Әлі туған күндеріне қуаныш. Құтты болсын, ауырмаңдар. Әтеңнің жасын бер, әтең жүзге болсын. Ауырмаңыздар. Алла берсе 90-ға келсін. Ал енді, бірау істеп өздеріңізде, басқаңыздар тілек сіздерде. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мынау кеңес досымыздың, бастасымыздың 60 жасқа толған мерейтойына келген көпшілік. Бүгін міне Еркештер әулетінде үлкен қуаныш, үлкен той. Кеңес досымыз міне 60-ға толып жатыр. Осы биылғы жылдың міне сентябрьден бастап, осы 60 деген басталды бізде. Негізгі келесі жылы ғой, 65-тің аяқ жағында бізде оқып жатқан кейін 60-тың уже тойы басталып кетті. Ал енді кеңес бүгінгі мынау қуаныштарың құтты болсын. Мерейлі 60 жасы құтты болсын. Еліңіз сау, баласын аман болып, немере шөбере молдасында осындай қызықтар аман есен жүре беріңіз. Еңбегіңіз жақсын. Ең бастысы қазіргі уақытта тілейтін денсаулық қой. Еліңіз сау болсын. Барлығына да осындай қуаныш той жұмысты болсын. Денелеріңізге саулық, жастар өмірін тілеймін. Мақаншы ауылдық округтың әкімінің бірінші орынбасары
Бұлар керек olur, мен құлақтасын. Ассалаумағалейкум қойшығау. Қалайкеңіз, тұмағаныңыз болсын, денсаулығыңыз болсын, жасыңыз жас, барына бас болсын, жасыңыз ақ болсын. Қайын кәліктеріңіз қатайсың. Егерсі ұқсатқысын. Спасибо за оскорбление. Мақамшы ауылындағы Араймагердің жағдайына Берік Жөкебаев мен құлақтасын. Ассалаумағалейкум, құрметті қойшығау. Бүгін екенменен Нұрғайшының үлкен тойын отырсыздар. Екен 60-ға толып жатыр. Енді жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын, бала-шағаң өскен, ендігі шөбері шөпшексің. Осы ағайын туыс әулетімен де ергешікті бірге 100 жаса. Құдағылар ағайын туыстар баршасы тек қуанышына келе берсін. Еліргені сосын. Мына өз жердегі Жәлекем ағамыз бар, мынау Еркең бар, екеуі менің әкемнің атын алғанда бұл кісілерге ерекше сыйлаймын. Енді той болсын, сендер жақсы тойларыңда бас қоса білейік. Осы жүрген кішкентайлар үлкен азамат болып Қазақстанның мықты азаматтарының өздеріне қалқан той жасап беріп жатсын. Соған жетіңдер. Енді бағаның жақсылық тұрайып жатыр, қабыл болсын. Мен енді осы тойға бір алып бөлім айтып берейін. Қазақтың алғаны yapılayım. Aramızda kimi mi? Бұл сөйлеп тұрған дәңгәтшілер Ахмудар Нұрбетті. Серік бол кеңес жолы. Мақалыста бір белгілі бір кәсіпкер кеңес екен батын айта алмайтындар. Бізде кетейін дейік басып қоғаммен. Әлем. Рахмет. Жаз болса гүлдерім Жаңа жасың құтты болсын, айтылып жатқан ақ-тілектердің бәрі қабыл болсын. Енді 60-қа алқынбай жеттің, енді 70-тен 7 есіп, 80-нен секіріп өтіп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жет. Айтып жатқан ақ-тілектің бәрі қабыл болсын. Армансыз адам болмайды ғой енді, армандарың көп шығар. Сол армандарың барлығына асықпай аяңдап жете бер. Енді жақсы, салиқалы, қатты ғұмыр тілеймін саған. Сен енді әр күн сайын 80 жас, 90 жас, 100 жасың болса тұрған халықтың бәрі бірге тойлап жүрсің енді.
қатарымыз көбейе берсін, барлығына қызығын көріп, бір жастықта қартайыңдар екеуі. Бірінші жас тоқпен кластасың міне, бұл сәні. Ай, бәрекелді. Бұл жерде әсемемен тойдың сәнге Al енді, Жамал апа, өзіңіз бастаңыз. Өткенде. Ал енді тойға жиналған қауым қош келдіңіздер. Мына кеңес туғанымыз құтты болсын, еліңіз сау болсын. Үлкен бір ата шақар семья болып жатсың енді. Немерелерің бар, шөбере сүй, шөпшек сүй, ата мен апа бол. Жоға жекеуің бір жастыққа қартайып, бір үлкен ата мен апа болып, әже ата болып жүріңдер. Немерелерің, шөберелерің соңынан қуып, екеуің жете алмай жүріңдер. Маған басқарақ тауы болмай ма не? Басқарақ тауы Аман болыңдар, тойға жалғаса берсін. Картине жасала бер. Кеңес аға, туғаныңыз құтты болсын енді. 60 жастың енді бізге келіңіз. Бір жастық келген, башырағын қызығын көріңіз. Не айтам енді? Екеуің бақыт болыңыз, шашыңызды жода-жода жасата беріңіз, той жасап. Ал енді құрметті қонақтар, тойға жиналған бүгінгі Кеңес ағамызбен Нұрғат апайымыздың жасап жатқан тойы құтты болсын. Кеңес аға, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әрқашанда жүзіңізден күлкі кетпей, осылай жүре беріңіз. 60-тан аман есен өтіп, 70-ке жетіңіз. 80-ден секіріп, 90-ға қарай 90-нан тоқтамай 100-ге келіңіз. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алла тағаланың берген осы шөберелерін қызығын көріп жүре беріңіздер. Сол қызықты бағалайтын бәрімізге уақыт берсін. Аман болайық, тек қуаныштарда ғана кездесейік. Кеңес аға, Нұрғат апай, бүгінгі Кеңес ағамыздың мерейтойы құтты болсын. Осы жүгіріп жүрген кішкентай немерелердің қызығын көру үшін сізге ең бірінші денсаулық тілеймін. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Нұрғат апай екеулеріңіз бір жастықта қартайып аман есен ортамызда жүре беріңіз, тойларыңыз тойға ұласа беріңіз. Сіздердің жолдарыңызды міне отырған жастар бізге берсін. Осы жайылған ақтастарханымыз тек жақсылыққа жайсын. Осы отырған барлық қонақтар, сіздердің отбасыларыңызға амандық, денелеріңізге саулық тілеймін. Барлықтарыңыз үйлеріңізде осындай той бола берсін. Рахмет. Қазір біздің өзіміздің мына Құрбанғазы әулеті дейміз ғой енді. Әкеміз жоқ болса да атын айтып қояйық. Аздаған сыйлығымыз бар, соны табыс етейік. Иә, жарайды, жеңемізге берейік. Және де шапағым. Аздаған сыйлығымыз бар енді. О, тура келді. Қошемет соқпа, құрметті ағайын, сейсема. Рахмет. Ал енді, күміс апайымыз.
туған бөлем, тегіз бөлемнің қуаныштар келгенде сіздерге Алла разы болсын. Енді не айтам, кеңес өзі жүрегі ақтоңып, алдыңызда жүрегі өлетін бөлем менің алтын. Осы бөлемнің артында қолпаштап, осы ұяның отанасы болып отырған Нұрайша жеңгеме ерекше рахметін айтам. Қазынасы бар, қариясы бар, қазыналы дейді ғой. Осы Мария апамызды марқұм өзінің анасындай құрметтеп, қашан барсаң анасына нешесі деп қол аяғын қалап, біраз уақыттағы ауыр жатып қалған кезде Нұрғайшаның айтатын жақсылықтары өте көп, бірақ ерекше бір тоқталатын жақсылығын анасын, ата-анасын құрметтеп, сол кісілердің атасын алған батал ұрпақсыздар. Әрқашанда осы ұрпақтарымен өсіп өне беріңдер. Өздерінің осы өнегелерімен артындағы осы екі ұлыңа, Ербол мен Нұрболға өте жақсы тәрбие беріңдер. Міне осы екі баласы, екі келіні, Айко мен Дико, Нұрбол мен Ербол екеуі мына кеңес бөлемнің осы тойластарған жасап, қолпаштап ата-енесіне, ата-анасына құрмет көрсетіп жатыр. Олардың отбасында бақытты болсын, балалары бақытты болса, осы ата-анаға одан үлкен бақыт керек жоқ деп ойлаймын. Әрқашанда дастархандар тек қызық қуанышқа жайылсын. Осындай қонақтар сендердің қуаныштарыңды бөлісіп орталарында жүре берейік. Бөлем алқының аман бол, денсаулығың мықты болсын. Әрқашанда Нұрғайша екеуің жұптарын жазылмай, Алланың берген жасын жасап, ең басты денсаулықтары мықты болып, бір жастықта әдемі қартаюды нәсіп етсін. Енді осы жерде кеңестің сыйлығын беріп ұстаған, енді мына жерде ерекше рахметін айтып деп азда болса, осы алтын деген алтын сақина. Ой, бәрекелді, бір шапалақ соғылайық. Әрине біранда үлкен құрмет қошеметке лайықсың. Біз сені өте қатты құрметтейміз. Арамыз бір жас болса да, кеңес екеуін бөлмеймін, өте жақын, жеңгем емес, менің құрдасым, сыбағым, ақылшым. Осы еркешіктер әулетіне дана келін, дара келін болып, осы жанұяның адал келіні әрқашанда өмір жасын ұзақ болсын, бөлемнің жайнап жүрген өктеген мақтасы. Şimdi yanımızda
Qo'shimcha quvonchli bir ko'rsatdim. Mine televizorlarimizga o'rama to'g'rilmay cho'l bo'ladi. Bizaman. Bağladım. Haydi gel. Bizlik mana Yine batay. Dönüşün dürüst emes. 2 yaştan askan sihirde 3 yaştan sihir değil. Orada oturma. Kengesa Normal alkışlasınız kutlu olsun. Nav endi baydın ayeli. Hadi yapacağız. Düşenin ayeli, katay düşenin ayeli. Bunun bari Nurkapay'ın arkası diye olayım. Sizi silahlandırma. Yani ölçtüm, yapacağız olmuşuz. Alkıştan asır, 101'ge geliniz. Densalığınızın kutlu olsun. Alaşağılarınız aman olsun. Немерелерimiz var ғой Құдайға шүкір. Ешіп өресеңіздер, үшіп сүйіңіздер. Бір жастықта әдемі қартаюдан Алла нәсіп етсін. Бақытты отбасы болыңыздар. Алла тіліңізден сақтасын. Сіздердің жастарыңызге берсін. Қалаларыңыз құтты болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Үйден ерекше жақсы көреміз сізді. Жасыңызға жас қосыла берсін. Әрдайым өстіп күні бойына ақ жүректі, ақ пейіліңізбен шапқылап жүре беріңіз. Алла тек қана жақсылықтар берсін. Бала-шағаларыңыздың қызығын бірге көріп Нұркамен әрдайым той-тойлап, қуанып, ойнап, денсаулықтарыңыз мықты болып жүре беріңіздер. Тек жақсылық дейміз, әрдайымыздардың атынан. Ал енді Кеңесаға мына мерей тойы құтты болсын. Әрқашан осылай жабылып, жайнап, күліп, мен де осындаймын ғой тура. Кеңесағама тапқанмын ғой. Нағашым мен. Тума. Тумалар жасай берсін. Ал енді Кеңесаға Нұрғашапай әрқашан жылдар осылай тойланғаны айырмасын Алла Тағаламыз. Жылда тойлап жүре беріңіздер. Мен енді міне Кеңесағама ризамын өзім. Жаңа айтып жатыр ғой енді. Ылғи жақсы, позитивно жүреді, аурасы жақсы, күліп жүреді ғой. Өзім секілді. Мен де сондаймын. Ал енді бір жағынан мен Кеңесағама үлкен рахмет айтамын. Екеуміз әйелді дұрыс емес, әйел дұрыс емес. Или Нұрғашапайымыз жақсы ма? Білмеймін енді. Баяғыда мен осы қырға келген кезінде жұмыс жасап. Шығарам. Жоқ, шығармаңыз, басқасы ондай пападай кетпейді. Міне Нұрғашапайымыз жақсы ма? Кеңесағамыз жақсы ма? Мен міне Кеңесағаның үйінде 2 жыл жатып, қонып, үйінде жұмыс жасадым. Кеңесағамен келе жатқан кезде жүгіріп барып қақпаны ашып қояды ғой. Олай мен шындығын айтайын, әйелім де істемейді. Өйткені бізде үйде қақпа жоқ қой. Міне шын айтамын, келе жатқан кезде Кеңесаға жүгіріп барып қақпаны ашып қояды ғой. Қараға, шын айтамын, міне Кеңесаға ғой сондай кісі жақсы. 2 жыл біз сол кісінің үйіне жатып, қонып, жұмыс жасадық, өтірік айтпаймын. Біз тағы үшін маусым білесіз ғой енді. Сонда да жүгіріп бір қақпаны ашып қоятын ғой енді. Өйтіп сіздің әйеліңіз ашпайды ғой айтшы. Ашпайды ғой, мойындайсыз ғой айтшы. Міне, Кеңесаға сондай. Енді соған көп рахмет айтамын мен. Одан кейін мен осы жаққа көшіп келдім. Кеңесаға менің бүкіл фундаментін көріп шықты ғой айтшы Кеңесаға. Ана көкинадан бастап көмір қорамыз бар, үлкен үйіміз бар, бәріне көмір. Немен шықты ғой міне.
Күштене болсын. Үйімізді бәрі көмектесемін мен. Осындай жақсы. Өз бір жаңа мен нағашым тума. Содан кейін бе, шамайын мықты ма деп бірақ жаңа бір ойлап қоямыз енді. Сол еді. Ал енді, Кеңес аға, әрқашан денсаулығыңыз мықты болып, Ербол, Нұрболдың балаларын Батырбек деп Сұлтан екен ғой. Батыр болды, Ай болды, одан кейін балаларына сөйлейді енді. Солардың бәрін бағып, тәрбиелеп, өзіңіздің балаларыңыз секілді өсіріп, жаңағыдай каникулда тәрбие беріп, Нұрғай Шапайдеңіз 60 жас, 70 жас, 80 жас деп тойлап жүре берейік. Мына жақта Нұрлан конкуренті бар мен. Конкурент тегін жасап жүре берсін. Міне, Кеңес ағам өзінің сүйікті жұмысын тапты ғой.
Мен айтамын ғой, ылғи ноябрьде әдемі игілік жақсылықтар туған деп ойлаймын. Қуатша отыра бер, қазір өзім айтайын. Мен білем сені айтқан тұрғаныңды. Отыра бер. Сол біздің туған туыстар, құдағилар, кластастар, достар, рахмет біздің тойымызға күнді жасады деп жемейіңіздер. Енді ана мына шәбірісте бізде книга залы бар. Нұрғашаларын жазылсаңыздар, кешігіп бастағанбыз. Нұрғашаға перебелейік бәрі нәрсесін. Не айтам, жаңа айттым ғой, бұғанда кіреберісте айттым ғой, күнді жасаудың тойдың себебі көрі осы немерден ешкі жақын ұйықтап қаламыз деп айтты деп. Рахмет сіздерге, әсіресе құдаларымды, өзіміздің жұмыстағы қыздарға, кластастарыма, достарыма, көп адамдан келеді деп ойлаған жоқ, бірақ келгенде шок болып тұрмын. Рахмет. Аман болыңыздар. Не айтамын, қайын жұртыма, еркешіктерге, балғыз бен бауырларға келеді деп ойлаған жоқ. Бұлар мені 13 жас отау кезінде демекші, мен 13 жаста үйленгеннен бері келіп жатыр, ол шақырмасын келе береді бұларға бәрібір. Мен 60 бай ұлы, бүгін 60 адам шақырған, шақырылмаған 12 адам міне жерде отыр. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге. Бәрекелді. Нұрғайша, өзің бір ауыз тілек айт халыққа. Енді құрметті қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Алты уақыттарыңызды бөліп. Енді мына кеңеске келдім. 60 жас мерейтойы құтты болсын. Өмір жасыңыз ақ болсын. Ұрпағыңызбен оң жаса. Не айтам, өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Осы мына тойға бәрін дайындап жатқан өзім бала шағаларым, оларға көп рахмет. Өз той бастарды да заказбен жасап, өздері істеп жүр. Мәлімге кеңес пенсия ашқанда бір аңыздай жасап, болмайды жасаймыз. Жарайды, пенсия ашқанда да жасаймыз. Алла берсе кеңестің пенсия ашқан тойына келіңіздер. Одан кейін ай болым берсе, 4 жылдан кейін 11 бітіреді. Son тойын жасаймыз, сонда болайық. Аман есен болыңыздар. Тек қана біздің шаңыраққа тойға ғана жиналыңыздар, той көп болсын. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын. 60-қа келмегендер 60 жасасын. Не айтып, бар жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін отбасыларыңызға. Енді осы мына өзім бала шағаларыма, бұларға келген апа, ата болсын, құда-құдағи болсын, осы немерелерді өсіріп үлкейте берсін. Біз солардың қызығын көріп жүре берейік. Осы бала шағам аман болсын енді. Тек қана менің балаларым, немерелерім жақсылығына ғана жиналып.
бәрекелді. Міне құрметті ағайын, көрдіңіздер ғой. Кеңес өзінің осы ұрпағымен мақтанады, Нұрғайша өзінің ұрпағымен мақтанады. Қазақ өзінің әрбір қуанышын бала-шағасымен бөліседі екен. Ендеше бүгін осы тойды жасап беріп, бүгін осындай үлкен әкеміздің тойы деп ақтегін алып кеп, жақсылығын алып кеп отырған осы бала-шағалары. Ендеше мен бір ауыз тілекті осы біраз сабырлық қылайын. Ендеше өздеріңізде микрофон, бір ауыз тілейік. Ербол, басташы. Келгендеріңізге өте қуаныштымын. Рахмет келгендеріңізге. Әкем 60 жасына келіп отырғанға. Жалпы енді жастан жасқа қойса, өмір жасыңыз ұзақ. Денсаулығы мықты болсын. Бала-шағаңыз өмір көре берсін. Шөбереңді көр, Диясын болуын көр, Алибол болуын көріңдер. Тек қана жақсылық қана тілеймін. Бүгінгі келіп жеткен туғаныңыз құтты болсын. Әрқашан осылай арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Жасыңызға жас қосылсын, деніңіз сау болсын. Неге мен сіздерге осылай уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Тек осындай дастархан сіздерде де жаясын. Әрқашан да осындай жақсылықта жиналайық. Ассалаумағалейкум. Құрметті қадірменді әкеміздің 60 жас мерейтойына қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Үйлеріңізде осындай той болсын. Әрдайым қуанышта осындай тойда кездесейік. Тек қана жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Ата, ешқашан ауырмаңыз. Бәрі жақсы болсын. Денсаулығыңыз болсын. Ата, туғаныңызбен жақсы болсын. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Ата, ауырмаңыз. Ата, туған күніңізбен ауырмаңыз. Мен сіздерді жақсы көремін. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің осы жайып отырған дастарханымызға қадірлі қонақ болып келіп отырғандарыңызға мында бір алғыс сіздерге. Осы отбасының келіні боламын, екінші келіні. Атым сені. Көптен көп рахмет, қуаныштымыз, әкеміз мың жасасын. Сіздерге рахмет көп. Қуанышымыз бөлісіп. Ата, туған күнің құтты болсын. Бәрі жақсы болсын деп. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі жайылып отырған дастарханымыздың қадірлі қонақтары, рахмет сіздерге. Енді бүгінге жеткен мерейтойыңыз құтты болсын, бас деніңіз сау болсын. Осылай әрқашан көрші-жарақтың ортасында, туған-туысқандардың ортасында сыйлы болып жүре беріңіз. Абыройлы болыңыз. Туған күніңіз құтты болсын тағы да. Қазан айында бүкіл туысқандарды туған күнімен құттықтайық тағы да. Тек қана күннен күнге туған күнді ойлап жүре берейік. Ал енді құрметті қонақтар, міне жерде енді балалардың үлкен келіні міне Нұрболдың 4 баласы бар. Кішкентай баламыз енді немереміз 60 жасыма маған подарка жасап 3 айлық немереміз бар, кішкентай әйгерім келініміз. Одан кейін ол міне Ербол 3 баласымен міне келіп отыр, еніға келініміз. Одан кейін кішкентай неме қызым қымбат, міне Көбұлан Бекқали 2 жиен немеремізбен сонымен қосқанда Аллаға шүкір 9 немерем бар. Тағы не айтам еді?
биыл деп айтпаймын, бірақ ноябрь айы біздің еркешевтер семьясында үлкен қуаныш болғанда енді бәрімізде өзіміздің әркім өз семьясында өз қуанышта болады. Ноябрь айында біздің семьяда өзі 5 ағайындымыз. Соның ішінде енді 4-іміз ноябрь туғанбыз. Туған апайым Гүлжихан орнына 11 ноябрь. Туған бауырым Нұрлан Тамада 14 ноябрь. Туған қарындасым Нұргүл 18 ноябрь. Ал үйдегі ең әдемісі мен Кеңес 16 ноябрь туып отырмын. Ол аз болғандай менің үлкен құдағиым бар, үлкен келінді, үлкен ұлдың енесі Шынар құдағиымыз бүгін туған күні ноябрьдің 16-сы. Бүгін ол түк емес. Мен менің қайынды түскедайым ғой, қайыншықта қара шаңырақ деймін. Қара шаңырақта кішкентай келініміз Эльмираның бүгін туған күні.